тілінің жанашырлары, құрметті қонақтар. Армысыздар, ұлттық қасиетіміз бен ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап, ұлттық намысымызды оятқан, әлемге қазақты азаттық сүйгіш, рухы биік, намысы биік халық ретінде танытуға атсалысқан ұлағатты ұстаздар. Қайырлы күн, көк байраға желбіреген, абыроймен айбыны асқан, құт береке ұя салған, ынтымағымен бірлігі жарасқан қазақ елінің жас өрендері. Есенсіздер ме ардақты ата-аналар? Туған тілде сыры терең жаным бар, туған тілде мың ыстық қаным бар, туған тілде әнім менен сенім бар, туған тілім жүрек үнім наныңдар, нанбасаңдар, жүрегімді суырып алыңдар. Дей келе 5-ші қалалық ауызша командалық олимпиадаға келген мектептердің командаларын қарсы алайық. Жамбыл Жабаев атындағы нөмір 4-ші мектеп гимназия оқушыларынан құралған командалар жетекшілерімен нөмірі 8-ші орта мектеп оқушыларынан құралған командалар жетекшілерімен оқушыларынан құралған командалар жетекшілерімен нөмірі 38-ші мектеп-лицей оқушыларынан құралған командалар жетекшілерімен нөмірі 38-ші мектеп нөмірі 52-ші мектеп гимназия оқушыларынан құралған командалар жетекшілермен бірге қарсы алыңыздар. нөмірі 55-ші орта мектеп оқушыларынан құралған командалар жетекшілерімен Елуендікші мектеп гимназия. Нөмірі 66-шы мектеп-лицей оқушыларынан құралған командалар жетекшілерімен нөмірі 70-ші мектеп-лицей оқушыларынан құралған командалар
командалар сахна төріне жайғаса берсін. Nömrə 78-ci лицей оқушыларынан құралған командалар жетекшілерімен. Nömrə 63-cü mектеп gimnaziya оқушыларынан құралған командалар жетекшілерімен. Nömrə 74-cü mектеп gimnaziya оқушыларынан құралған командалар қарсы алыңыздар. Nömrə 78-ci лицей гимназия оқушыларынан құралған командалар жетекшілерімен. Ұлттық құндылықтың бәрі де адамның бойына жаратылыс еді. Ұлттық сананың қалыптасуы мен дамуына да ана тілі маңызды қызмет атқарады. Тіл, елін, халқын, ұлтын сыйлайтын, жан жүрегімен сүйетін ыстық сезімді оятады. Өз елінің, халқының, ұлтының өткенін, қазіргісін, келешегін толық біліп, тексеріп, зерттеп, халық тағдырына, ұлт мәселелеріне мемлекеттік, елдік, тіпті әлемдік тұрғыда қарап, бағалай білетін саналы ой тудырады. Ал ұлттық сананы оятатын салтанатты әнұран. Біздің төр технологиямыздың да жан сезімді оятатын, ұлттық намыс пен рухты асқақтататын әнұран бар. Сөзі сатылай кешенді оқыту технологиясының білім алған Ұршал Жұмбайқызының шәкірті Қойшиева сіздікі, әні Сейдолла Бәйділектікі, қазақ тілі.
Алғашқы құттықтау сөзді сатылай кешенді оқыту технологиясының авторы, Абай атындағы ұлттық педагогика университетінің филологиялық пәндерді оқыту кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының Кіші ғылым академиясының вице-президенті, Ресей жаратылыстану ғылымдар академиясының корреспондент мүшесі, Алматы облысы, Райымбек ауданының құрметті азаматы, Оразақынова Нұрша Алжанбайқызына береміз. Сатылайдың әдемі шәкірттері, құрметті ұстаздар, қадірлі ата-аналар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын барлығыңызға. Ең алдымен ата-аналар сіздерден ерекше кешірім сұрағым келеді. Мына жексенбі күні демалыста балаларыңызды сіздерді мазалап осындай үлкен шара өткізуге. Себебі біз бұрында жұмыс күндері өткізетін, сол кезде көптеген ата-аналарымыз мұғалімдерімізге мүмкіндік бола бермейтін. Әдейі бүгін осы қалалық олимпиаданы